таңғы 8-дегі парыз ба, әлде түнгі 3-тегі шығармашылық па? Біреу үшін ең керемет кезең, ал біреу үшін ең күрделі сынақ. Бүгінгі эпизодта біз студенттік өмірдің қиыншылықтары мен мүмкіншіліктерін, шындығы мен стереотиптерін бірге талқылайтын боламыз. Мен Мараздық Дилрабо және менімен бірге 3 ерекше студентіміз бар. Және олар өздерін таныстырып өтсе. Барлықтарына сәлем, сендермен бірге мен Жақсыбай Қарғат. Мен филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Қайырлы күн. Менің есімім Динара. Мен Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Сәлем, есімім Магомед, филология факультетінің 2-ші курс студентімін. Студенттерімізбен танысып болдық. Ендеше подкастымызды бастасақ. Студенттік өмір ол еркіндіктер мен мүмкіндіктер кезеңі екені барлығымызға мәлім, бірақ ол біз ойлағандай жеңіл емес әрине. Бүгін осы тақырыпты егжей-тегжейлі талқылайтын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай, бұнда барлығы студенттер және де ең алдымен келгендеріңізге үлкен алғыс білдіремін, және де ең бірінші болып өздеріңіз бірінші курсқа қалай келдіңіздер, бірінші курс және бейімделу, яғни универге алғаш келген кездеріңіз, қандай қызықты оқиғаларыңыз орын алды, сол туралы, алғашқы әсерлеріңіз, сол туралы айта кетсеңіздер. Мен Кентау қаласында дайындық бір жыл оқыдым. Дайындық бітетін кезде емтихандарымыз болды. Сол емтихандар ұпайларымызға қарап біздің оқуға салады түрлі факультеттерге. Бізге 3 факультет таңдауға рұқсат берді. Мен бірінші негізі жалпы медицина жаздым, екінші филология. Көбінесе достарымда Россиядан келгендер медицинаға немесе стоматологияға түсуге тырысты. Медицинаға ұпайларым жетпей, филологияға түстім. Бірақ достарым да айтты, саған қиын болып қалуы мүмкін, себеп ешкім филологияда жоқ Россиядан келгендер. Мен оны түсіндім, сол үшін әрине бірінші уақыт қиын болды, себеп ешкім танымаймын. Бірақ жай амандасып, қарым-қатынас құрып, достарыммен таныстым. Қазір көп түрлі мамандықтарда достарым бар деп айта аламын. Өте жақсы. Енді барлығымыз 11-ші класты бітіргенде әрине барлығымызда қобалжу болды. Өйткені 11 жыл оқыған класстарымызды құю оңай болмады. Жаңа ортаға сыйысып кету мен үшін өте қорқынышты болды басында. Бірақ курстастарым, группаластарым мен ойлағаннан да басқаша адамдар болып шығып, өзім сияқты қарапайым адамдар менің ойымша негізінде ойлағам барлығы бір ақылды, мен де ақылды бір адамдар шығар деп. Бірақ барлығы жақсы, қазір күшті достарымыз. Болашақ студенттерге айтарым, еш уайымдамаңдар, барлығы сендер сияқты адамдар. Тоқта келсем. Менде синтезіне қорқыныш болған. Қалай десем, өзім интроверт адаммын ғой. Жаңа ортаға сіңісіп кету өте қиын, тіл табысуында қиын, өзімнен тұйық болып жүре беретінмін. Бірақ қалай оқуды, мектепті бітіріп оқуға түстім, сол күйі менде экстроверт пен интроверт ортасында бар ғой, қандай да? Жабық емес, ашық. Сондай болды менде. Интроверт болған жоқпын, уже сәл ашылдым, мен көп сөйлей бастадым, уже бірінші курстан бастап көп сөйлеймін. Жалпы универге алғаш келген кезде барлығында да қорқыныш болады, танысулар орын алады. Барлығы енді ерекше өзінің әсерлерімен қызықты оқиғалар орын алады. Сіздердің айтқандарыңызды көріп отырып, менің өзімнің студент кездегі алғашқы күнімде есіме түсіп кетті ғой. Жалпы енді сіздер универге қалай келгендеріңізді айта өттіңіздер. Және сіздер өздеріңіз оқып жатқан мамандықтарыңыз өздеріңізге ұнай ма? Бастапқыда мен негізі бала кезімнен мұғалім болуды армандайтынмын. Мұғалім саласына түссем екен. Именно осы ағылшын ғылым, енді бұрыннан ағылшынды сүйетінмін, білмеймін, ағылшынды қатты бүйтіп білмесем де, менде талпыныс бар. Ағылшынды бұрыннан да білетінмін. Сосын ағылшын мұғалім болғым келетін, дәл қазір мұғалім саласында оқымасам да, бірақ соған жақын мамандықты таңдадым, аудармасы және ағылшын филология
мамандығы менде болады деп. Мен университетте мұғалім бола аламын, журналистикада бола аламын. Сондай өзімнің армандаған мамандығыма жақындап. И қазір ойлаймын, қазір мен бакалавр оқып жатырмын ғой. Сол бакалавр оқыған кейін мен магистратура оқып алсам деп. Магистратураны мен педагогикаға тапсырамын да сонда. Педагогика тапсырып сосын тағы курстар оқып алып, сөйтіп өзімді ары қарай дамыта бергім келеді. Кішкене адасып қалғаным бар енді. Иә. Мамандық таңдаудан. Мен мамандығым қатты ұнайды, себебі конференциялар болады, олимпиадаға, соған қатысуға тырысамын. Мектептен бастап ағылшын тілін жақсы база берілді мұғалімдерден. Себебі лицейде оқыдым. Өзімде көп интернеттен медиа қабылдауға тырысамын. Видеолар қараймын, кинолар, кітаптар оқимын. Сол үшін listening дамытуға өзім видеочаттар арналған приложениялар болады. Кез келген мемлекеттен адамдармен хабарласуға болады. Өзі ағылшын тілі өте маңызды дүниеде. Қазірге 90% технологиялар, кітаптар, мақалалар ағылшын тіліне жазылады деп ойламын. Сол үшін ешқашан өкінген жоқпын. Жалпы иә, ағылшын тілі халықаралық тіл ғой. Мен басынан бастап айтып кететін болсам, осы универге қалай келгенімді. Жалпы мектеп кезде менде бастауышта ағылшын пәнінен берген мұғалім өте күшті болды. Сол себепті маған ағылшын қатты ұнайтын. Одан кейін маған әпкемнің ұсынысы бойынша маған туризм мамандығы қатты ұнайтын. Яғни ағылшын география пәні бойынша. Мен басында сол пәнді оқығым келген, сол мамандықты. Бірақ енді ата-анамның айтуы бойынша мұғалім болу керек болды. Сол себепті де ағылшын менш тарих пәнін таңдадым. Таңдағаныма өкінбеймін әлі де. Осы пән бойынша, осы мамандық бойынша қазір оқып жатырмын. Яғни мұғалімге болмаса да переводчик аударма ісі, шетел филология соның ішінде. Жалпы бұл мамандықта оқып жатқаныма тоже өкінбеймін. Өйткені бұл мамандықпен ертең мен мұғалім де бола аламын, переводчик та бола аламын, және жаңа айтып кеткендей журналистикада бола аламын. Журналистика мамандығында оқи аламын, жұмыс істей аламын. Жалпы ағылшын мен үшін менің өмірім десем де болады. Өйткені мен бала кезімнен армандадым осы ағылшын пәнін оқып, мұғалім болып, шетел аралап, жалпы туризмді дамытқым келді. Ағылшын мамандығына келер жолым осылай болды. Көбісі мамандық таңдар кезде жақындарынан кеңес сұрайды. Сол қайсы дұрыс, қайсы бұрыс дегендей сияқты да. И мен ойлаймын, негізі өзің бұл жерде бастысы өзің қалаған мамандығың, іштегі қандай мамандық қалап тұр, сол қайсы саған жақын болып тұр. И өзің ойланып көру керексің да, болашақта ол мамандықпен не істеу керексің. И сол мамандықты бірақ кішкене зерттеп көру керексің. Ол қалай болады екен, бұл кейін болашақта жоқ болып кететін мамандық емес па деген сияқты. Сонда болу керек. Көбісі айтады, мынандай мысалы медицинаға қызықпайтын баланы біреулер ата-анасы медицинаға тығып жіберіп ол оқиын тапқысы мүлдем жоқ болып кетеді сосын. Потому что не үшін осындай оқымайсың, анау мынау деп. Ал негізі на самом деле мәселе ата-анада сол басында баланы медицина саласында қойған сол баланы да. Қателеспеу керек сондайда. Бала өзінің ішіндегі мамандықты, ішіндегі интуициямен таңдау керек. То есть ішкі түйсігімен таңдау керек. Негізі көп студенттер оқумен қатар ақша табуды да ойлайды да. Бірақ бұның барлығын бірге алып жүру әрине оңай емес. Сіздер қалай ойлайсыздар? Сіздер өздеріңіз жұмыс істедіңіздер ма? Істеп жатырсыздар ма? Қалай болып жатыр? Бірінші курста оқумен бірге жұмыс істеу өте қиын негізі. Көп оқуларын артта алып кетуі мүмкін, бірге алып кете алмайсың да. Бірақ мен өзім мектеп кезден бастап жұмыс істеп қалғандықтан мен үйреніп қалғанмын ондай жағдайға. Мен бірінші курста жұмыс істедім. Ол жұмысым, то есть оқуға менде қатты әсер еткен жоқ. Екеуін бірге де жақсы алып кете алдым. Менде жұмысым оқуға тіпті мешать еткен жоқ десем де болады. Мен жұмыс істегенім обычно бір чайханада официант болып істедім бірінші курста болды. Нормально шығар. Ал қазір басқаша енді барлығы. Екінші курспыз кішкене уже білеміз ғой қайсы мындай қайсы сабақтан қалау керек, қайсы сабақтан қалмау керек деген. Бүгін бір сабақта бір кезде қалып кете беретін еріншектерін ұстап. Сондай болған сабақ. Мен бірінші курста да жұмыс істедім. Тойханада официант болып 6 рет шықтым сменаға. Қиын болды, себебі түн ортасында 2-лерде 3-лерде қайтып, одан кейін
сабақтар да бар, дайындау керек семинарларға. Тағы да бір фотостудияда үйренейін деп жатқан едім. Бірнеше рет жүрдім, бірақ сол басшылары сабақ кезде шақырды, сол үшін айтты, мен сабаққа зиян тимесін, бос сабақ жоқ кезде келе аламын, бірақ басқа кезде келе алмаймын. Бірақ мен грантым бар, грантта оқимын, сол үшін грант сақтасам, қуанбасам жетеді негізі ақша. Сенде даже грант бар екен, бізде грант та жоқ қой, коммерцийский. Жалпы қазіргі таңда мен жұмыс істемеймін. Бұрындары да мектеп оқып жүрген кезде жұмыс істемегенмін. Өйткені білмеймін, мен үшін сабақпен жұмысты қатар алып жүру маған өте қиын болды. Тіпті оқуды мен бірінші орынға қойдым, өйткені ата-анамның талабы солай болды. Ата-анам жұмыс істеуге мүлдем талап етпейді, жұмыс істе, сен ақша өзің табуың керексің деп. Сол себепті өзім де асықпаймын жұмыс істеуге, өйткені ертең оқуымды бітіргеннен кейін де жұмысты жасай беремін. Өмір бақи мысалға жұмыс істеймін универді бітіргеннен кейін. Сол себепті басқаларға айтарым, жұмысты оқудан алдын қоюға керек емес деп ойлаймын, мен ойымша. Иә, енді әр адамның өмір жолы әртүрлі ғой. Мысалы, атап өтетін болсақ, Илон Маск. Оны барлығымыз білеміз, иә. Тіпті Илон Маск студент кезінде өзінің бөлмесін түнгі клубқа айналдырып ақша тапқан екен да. Мысалы, может біреу жатақханаларында солай концерт алаңына айналдырғылары келіп жүрген шығар, может. Мен өзім местным ата-анамның үйінде тұрамын. Жоқ, ондай ақша табамыз деп мақсатымен ешкім соны ұйымдастырған жоқ, бірақ балалардың колонкалары бар еді, сол жапқаннан кейін сабақтан шаршаса колонканы бір ән қосып, кім келе алатын болса келіп билеп, солай кездер бар еді. Жалпы иә, студенттер үшін ақша ешқашан артықтық етпейді ғой. Тек студент емес, барлық адам үшін да. Жалпы өздерің қалай ойлайсыңдар, студенттер үшін ең тиімді ақша табу жолы қандай? Қазір көп қой, ақша табудың жолдары негізі. Онлайн магазиндер ашуға болады, телефон арқылы. Болмаса көптеген мысалға SMM мамандары бар. Сол сияқты телефонмен отырып қарапайым ақшаны табуға болады негізі. Сабаққа кедергі де болмайды, графикте жеңіл болады, сабаққа лаж болса зиян келтірмейтін жұмыстар жасаған жөн деп ойлаймын. SMM ғой негізі қазіргі шығыватқан статистика бойынша студенттер үшін SMM жақсы негізі магазиндерді де жақсы жүргізу барлығына керек. Тіпті жеке адамға, жеке блогерға да магазин, любой магазинға да керегі, бірақ енді айта алмаймын қазір барлығы SMM емес деп жатыр деп. Арасында бар ғой бір істейтін де басқа жұмыстар, мысалы бариста бар, кассир бар, немесе өзінің веб-дизайнермен айналысатындар бар, өзінің сүйікті ісімен айналысатындар, сол арқылы да табыс таба алады ғой олар. Өзінің хобби мысалы тоқыма тоқу болса, сол тоқыма тоқып солар сатуда, мысалы қазір шығып отыр ғой осының шатын тоқыма ше, сол да істеп сатып жатыр студенттерде, мектеп оқушыларда. Қарапайым әшекей бұйымдарды да қолмен жасап сатып жатқандар да бар мысалға. Оларды жасап өзінің күнкөрісін табуға да болады мысалға. Общагада тұратындарда мысалы естиміз ғой. Кішкене буфет дүкен ашып аласың, фото жасайсың, сэндвич жасайсың, ана істейсің, сөйтіп сатасың. Қыздармен келесем, негізі жатақханаға көп бар, распечатка істейтіндер, принтерден келеді, распечатка бар, осы бөлмеге келсеңіз деп группаға жазады. Я интернетте негізі көп жұмыс бар, менің ойымша, ешқайда бару керек емес, өзіміз бөлмемізде отырып, үйде отырып жұмыс істеуге болады. Әркім қолдарыңыздан не келеді, сол арқылы мысалы кәсіп бастап, өз ақшаларыңызды, өз күндеріңізді көре берулеріңізге болады. Бұл да бір жақсы инсайт болды деп ойлаймын. Жалпы иә, негізі студенттік өмір тек оқу мен жұмыс емес, енді бұл жаңа таныстықтар, жаңа іс-шаралар, жаңа оқиғалар ғой. Жалпы сіздер қалай ойлайсыздар, студенттік достықтың ғұмыры ұзақ па, әлде универ бітсе тек барлығы ұмытылып кете ме сонымен? Негізі көбісі айтады, мектепке қарағанда осы универде танысқан достарым ұзаққа барады, өйткені сендердің армандарың да, болашақтарың да, яғни мамандықтарың да бір болғандықтан, өмірлік жолдарың да бір болады. Сондықтан студенттік достық ұзаққа созылады деп айтып жатады. Бірақ енді көріп жатармыз, өзіміздің достарымызбен болашақта араласамыз ба, араласпаймыз ба. Бірақ ойлаймын, ұзақ араласамыз деп.
мысалға мектеп кездегі достарымызбен біз қазір онша араспаймыз мүлде араспаймыз десек те болады. Сол сияқты универдегі достық шынымен де ұзақ деп ойлаймын. Иә, универдегі достық ұзақ. Мен мектеп кезінде класстастарыммен онша араласпайтынмын. Айтып отырмын, мектеп кезінде мен интроверттығын араласпайтын класстастарыммен, сосын менде тем более 11-10 класста мен өзімді ұнатпай классқа түскем. Сөйтіп маған ол класс ұнамаған, и осы универге келдім. Бұл община ұзақта сақталып қалады, тіпті оқуды бітіріп кетсек те диплом қорғап кетсек те, мысалы айтады ғой, курстық пәленше 15 жылдық немесе 2 жылдық деп кездесулер болады. Оның арасында өзіміз осы бір қалада тұратындарда мәңгілікке немесе best friend forever дейді ғой, сонда оқып. Мен қазір менімен мектепте оқыған екі баламен хабардамыз. Инстаграмда мысалы бір-бірімізге рилстер жібереміз, күлеміз. Сол екі дос олар Россияда, алыс болса да сол интернетке рахмет. Бірақ иә, мен де келісемін, қыздармен университеттегі достар ғұмыры ұзақ болады мектептен қарағанда. Иә, универдің өзі адамның өмірін өзгертеді дейді ғой. Мысалы атап айтатын болсақ, Барак Обама кезінде ол өзінің әйелі Мишельмен универ оқып жүрген кезінде, студент кезінде танысқан екен да. Және де университет, яғни карьера ғана емес, адамның жеке өмірін де толықтай өзгертеді. Мүмкін болашақта сіздер де өз жұптарыңызды универден кездестіріп қалатын шығарсыздар. Оның барлығы мүмкін енді әрине. Жалпы негізі студенттік өмір, универ туралы айта беретін болсақ, әңгіме көп қой жалпы. Бірақ ең бастысы ол сессия кезі, барлығымыз қорқатын, қобалжитын кез сессия ғой. Сессия жақындағанда барлығы бірдей адамға айналады. Яғни қолында көп, яғни кітапханада көзінде үміт бар, қалай басында мың сұрақ, қалай тапсырам, қалай істейм, жалпы өздеріңіз сол уақытта қалай өздеріңізді қолға аласыздар, қалай дайындаласыздар, тиімді жолдарын, болашақ студенттерімізге тиімді жолдарын айтып өтсеңіздер. Ұйқысыз түнде сол сессия кезінде ғой негізі. Сол кезде басталады париться етіп, бізде жылау, басында семестрдің басында күліп ойнап жүреміз да, бақытты болуды таңдаймыз. И сессия кезінде біз барлығымыз паника болып, ойындап, тревога деген басталады бізде. Сессия кезінде жалпы өзім ойлаймын, уақытты тиімді пайдалана білу керек. Көбісі түнде дайындалады, негізі өзім де бұрын бірінші курста түнде дайындалатынмын да. Түнде дайындалып, азанда мен сессияда мүмкін аз жинап қала беретінмін. И потом мен сол кезде айттым, вот мен басқа түнде дайындалмаймын. Мен уже қанша рет түнде дайындалдым, сессияда аз жинап қалып жатырмын. Мен таңертең дайындаламын деп и дайындалып, негізі ол метод маған ұнады. Азанда таң где-то сағат 6-дан бастап, сол кезден бастап дайындалса, и ол миыңда сақталып қалады да ол нәрсе, оқығандарың. Шоу жасайсың мынандай, сосын строй question дейді ғой, сондай метод бар. Шоласын, сосын сұрағын қайталайсың. Шоласын, сұрақтарын оқып, сұрағын қайталайсың, и сұрақтың өзін қойып, миыңда мысалы жүрді андай. Өзім сөйтіп ойлаймын, сол жақсы таңмен дайындалған дұрыс сессияға. Түнімен ұйықтамай дайындалудың оның қажеті жоқ. Жалпы иә, әр адамның дайындалу жолы әртүрлі ғой. Сіздер қалай дайындаласыздар мысалы сессия кезінде? Ол емтихан түрлері болады, тест, ауызша, жазбаша, тест менің ойымша оңайырақ. Себебі даже сұраққа қарағаннан кейін 4 жауап бар. Логикамен ойлап дұрыс жауап таңдай аламыз. Бірақ сол 15 аптаның ішінде негізі сабақтар қалмай қатыссам, лекциялар жазсам, конспект жасасам оңай болады. Сол дәптерлерді ашып лекцияны қайталаған кезде сразу қайтып келеді да, миға бер сол оқыған кезде. Түнде ұйықтауға тырысам, әз ұйықтасам өте қиын болады. Ешқашан ұйықтамай бармадым. Дұрыс, ұйқы бірінші орында ризық болады. Жалпы мен өзіме келетін болсам, барлық сияқты айтпаймын. Бір түнде дайындаламын деп, болмаса бір апта бұрын дайындаламын деп. Мен барлық сияқты қарапайым, бір күн қалғанда дайындаламын. Жалпы көп студенттер сондай ғой. Біраз күн жүріп, тура бір күн қалған кезде. Главный позитивдің оймен жүру керек та.
қалғанда дайындаламын, өзіме айтамын, алған балды аласың, бұйырғаны осы деп. Алдын ала өзімді морально дайындап қоямын. Көбінесе сессияға ноутбукпен отырып сұрақтарды барлығын ашып қайталаған ыңғайлырақ маған. Сосын егер тест болып жатса сессия, квизбен дайындалған маған больше оңай. Сосын бір айта кететін кеңес, семестр бойы оқу керек негізі. Сол кездегі сұрақтардың бәрі келеді. Басқаннан келмейді ол сұрақтардың бәрі былай жалпы келгенде. Сол бір күн қараңдар дайындаламын, мен басқа уақытым болмайды. Негізі большинство студентов сөйтіп дайындалатын сияқты бір-екі күн қалғанда бүйтіп ұйықтамай түнімен. Бірақ өзің психологиялық дайын болсаң болды ғой. Өзің тревога етпей, өйтіп спокойно ұстап, позитивті ойлап, мысалы, қазір қалсам не істеймін, маған дайындалмаған соң не істеймін, дәл сол сағат келмей қалса не істеймін демей. Мысалы, ойымызда мың сұрақ тұрады сол кезде. Жақсы оймен кіру керек, осындай жинап шығамын, иншалла деп. Құдай бұйырса. Жаңа Магомед айтып кеткенде бірінші ұйықтамаңыз дейді ғой. Мен де сол позицияны ұстанамын негізі. Сол позицияны ұстанамын. Қанша дайындығым аз болса да, негізінде ұйқымды барынша қандырып баруға тырысамын. Өйткені ұйқым қанбаса, ана жерде миыңа еш нәрсе есіңе түспейді. Айтып кетсем, Кентауда сол соңғы емтихан болған кезде досым қазақ тіліне сол екі тіл оқимыз, дайындық қазақ тілі, түрік тілі. Сол қазақ тілі емтиханда көп тревога болмай айтамын, не үшін солай уайымдайсың, спокойно болсай, успокойся. Жоқ, мен қуаймын, бірақ жақсы оқиды негізі бала. Бәрін сабаққа қатысты қалмады. Емтихан отырды. Сұрақ бергеннен кейін, өзім маған айтып жатыр болғаннан кейін мен оны көрмедім. Мен уже шығып кетіп емтихан айтып жауаптарым. Уже тыңдап жатыр маған и қуауға бастап жатырмыз. Потеря сознания болып отыр. Айтып дауысы да жай болып құлап жатыр, жай. Мұғалімдер көріп ұстап қойды да құламады. Су берді, сол сәл тревогасы кетті. Жаңадан рұқсат берді айтуға. Сонша тревога болып, почти что солай жағдайға келіп қалды. Бізде бірінші курста мынандай жағдай болған. Жаңағындай түнімен ұйықтамай, түні бойы дайындалған студентпен мен қанша аз дайындалсам да түнде ұйықтадым. Ертесі күні сессия тапсырдық. Ол менен қарағанда аз балл жинады, қанша дайындалса да. Ал мен ұйқым қанып болып бардым. Оған қарағанда больше бір 20 балдай ма жоғары жинадым. Сол себепті айтарым, қанша дайындықтарың аз болса да, түнде ұйқы дұрыс болу қажет. Сол кезде ғана барлығын естеріңде тұрады. Және таңертең бір қайталап алған сессияға кірген кезде дұрыс болады. Жалпы негізі сессия деп барлық студенттер қиналып жатады ғой. Бірақ шынымен сессия ол өмірдің соңы емес, әрине. Ол үшін сессия деп қорқып, уайымдап, қатты бір жаңағыдай уайымдаудың қажеті жоқ та. Негізі тіпті қанша білімпаз Альберт Эйнштейннің өзі кейбір сессия сынақтарынан өте қатты қиналған және де оны қайтадан тапсыруға мәжбүр болған екен да. Менің ойымша да тура сондай. Тіпті жалпы кейбір студенттердің басынан ол әрине құлау, қайта тапсыру деген сынақтар өте көп өтіп жатады. Оның барлығына сына берсек, жалпы біздің өміріміз не болады деген сұрақ қой жалпы. Бірінші курста құлаған емес, аз балл алғанда деп жылап шығады. Енді қазір уже құламай өтсе болды, шүкір дейтін болдық қой. Құлаған жоқпыз әлі, қазір 4-ші семестрге жатыр ма? Шүкір құлаған жоқпыз ғой вообще. Әрине енді негізі көп студенттер пересдачаға қалуға қорқады екен, мен көбінен байқадым. Бірақ мен өзім басымнан өткен оқиғаны айтатын болсам, мен пересдачаға қалғаным. Ол қатты қорқынышты нәрсе емес, өйткені мен үшін балл емес, мен үшін тәжірибе маңызды. Пересдачаға қалған кезде қалай болады, одан кейін қалай жұмыс жасау керек, өзіме көптеген тәжірибелер жинаймын. Көп студенттер болды, пересдачаға қалдым, енді жаңа GPA азаятын болды деген сияқты айтады. Бірақ ойлаймын, ол қатты әсер етпейді менің ойымша. Одан кейін де оқып, жаңағы GPA-ді көтеріп алуға да болады. Сол үшін қатты уайымдаудың қажеті жоқ. Пересдачаға қалдым, летаға қалдым деп. Бірінші семестрде бізде Қазақстан тарихы сабақ болды. Барлығында қиын пән сол болған шығар. Маған өте қиын, сол ең қиын болды. 4 жыл ішінде менің ойымша сол ең қиын болатын шығар. Уже алға айта аламын.
FX болды. Үйдегілерге звондап құладым, өте көңілім кетті. Папамға поддержка жасап жұқпаймын ма, тағы бір мүмкіндігім бар, шанс берді саған. Хотя бы сол X-ке түскен жақсы, X-ке түспейтіндерді бар сразу жаза қалатындар. Сол папамға поддержкамен тағы дайындалып, оқып қайталап, тем более менде стипендия бар, қоюға болмайды. Сол X-те құдайға шүкір өттім и стипендиямды қалды. Жалпы иә, студенттік өмір енді әркімнің өз қолында. Кім қалай өткізсе де өз еркінде деген мәселе ғой. Сонымен бүгінгі біздің эфирімізде өз мәресіне жетіп қалған екен. Жалпы соңғы қорытынды пікірлеріңіз болса, болашақ студенттерге айтар ақыл кеңестеріңіз болса. Жалпы айтарым студенттерге сабақты уайымдап қатты қобалжудың қажеті жоқ. Одан кейін айтарым студенттік шақтарында барынша қызық өткізуге тырысыңдар, группаластармен көп уақыт өткізіңдер. Содан кейін жұмысқа более көңіл бөліп кетпеңдер, сабақ оқыңдар, ата-аналардың алдын ақтаңдар. Иә, главное өзің жақсы көрген мамандығыңдан қателеспесең болды. Бастысы сол, мысалы өзің мамандығыңдан қателессең де, ол оқуды сен сүйіп, жақсы көріп оқымауың мүмкін. Если сен өзің арманыңдағы оқуға түсетін болсаң, сен сол болашаққа қарай болашаққа қарай қадам басасың. Сол үшін мен осы пәнді оқуым керек, осындай істеуім керек дейтін сияқты да. Мысалы көбісі қазір сол өзінің мамандығы бойынша оқуға түспегендіктен оқуды жарты жолға тастап кетеді. И өзі жақсы көрген жұмысымен айналыса бастайды. Студенттік кезең әрі қиын кезең и қызықты кезең де болады. Сол үшін бәріне дайын болу керек студент болған кезде, бірақ қатты уайымдап париться етудің қажеті жоқ. Қысыра қосыламын, негізі бізге мұғалімдер де айтады, кей кезде қазіргі кезеңіңіз ең өмірде жақсы кезең, студент кезең, сол үшін болашаққа ойлаңыздар. Менің ойымша қазір біз 90%, қазір бізге маңызды нәрсе ойлайтын 90%, даже 5 жылдан кейін уже өмірімізге ешқандай маңызы болмайды. Сол үшін болашаққа түгел өмірде маңызды нәрселерді ойлаңыздар. Өзіңіздің дағдыларыңызды дамытуға тырысыңыздар. Сабақ, лекциядан, семинардан қалмаңыздар. Жалпы дұрыс айтасыздар. Ең бастысы уайымдамай, қорықпай, өз мамандықтарыңызды сүйіп оқыңыздар. Жалпы біздің бүгінгі әңгімеден түйгендеріміз өте көп болды деп ойлаймын. Бұл ең бастысы мектеп оқушыларына және сонымен қоса енді бірінші курс студенттеріне өте пайдалы подкаст болды деп түсінемін. Жалпы студенттік өмір ол қиындықтар мен қызықтардың қоспасы десек артық айтқанымыз емес. Оны қалай өткізесің, әрине ол өз қолыңда. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эпизодымызда одан да қызықты мәселелерді талқылайтынбыз. Аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Бітті.